Рахмет. Даймонд ремонт жасасын демесеңіздер тоқтайық. Не деген би мына, боже мой. Жайғасайық барлығымызда. Жайғасын. Баршамыз бірге ән саламыз, апайлар. Барлығымыз ән саламыз. Ана бір орыстардың мақалы бар ғой. Когда мне плохо, я пою, когда я пою, всем плохо деген сол әнді бірге айтайын деп тұрмыз. Әзілдеп жатырмыз. Баршамыз екі қолымыз жоғары көтерейікші. Баршамыз екі қолымыз жоғары көтереміз. Қол ұстасайық. Қасымыздағы кісілермен бірге қол ұстасыңыздар. Әдемі қол ұстасып алыңыздар. Қолымызды жеткізейік, қол ұстасыңыздар. Жігіттер, қыздардың қолындағы маникюрін бір көріп алыңыздар. Нормальный ма? Нормальный ма? Нормальный болса болды. Біз сіздерге бақыт тілейміз. Мы желаем счастья вам. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье поделись с другим. Ерекелеріңіз құтты болсын. 84-ті жасай берсін. Мир, где ветрам покоя нет. Тамаша, рахмет. Енді біз осы Ақтілеу ағамызға бір ауыз сөз айтып, осы кеш қонақтарына әдемі ойын ұйымдастырдық. Сол ойынға атсалысыңыздар. Бір емес, бірнеше сый-сияпатымыз бар. Бас жүлдеге 2 адамға путевка. Жетісайға. Бірінші орынға двухкомнатный квартира сыйлап отырмыз. Бірінші орынға двухкомнатный квартира с хозяином, Залинева. Бола ма? Ал, қолдарыңыз алыңыздар. Сотовый телефон. Алдық па? Ұялы телефон, сотовый телефон. Қазір мобильді заман, сондықтан да телефондарыңыз қолдарыңыз алыңыздар. Мен қазір сіздерге өз телефон нөмірімді айтамын. Осынша кеш қонақтардың іштен. Апайлар, сіздерге де қатысты. Осынша адамның арасынан кімнің бағы жанады, кімнің бабы шабады, кім маған бірінші қоңырау шалады, сол адам телефонды қойып қоймай менімен сөйлесу керек. Сол кезде сол адам кешіміздің активный қонағы болады. Сыйлықтың егесі. Бар ма? Неді, домашний телефон бар еді ғой? Болды деп қойын. Ал, болды ма? Кетті. 8701 701 207 86-89 кетті. Кімнің бағы жинады екен көрейікші. Кім активный қонақ болады бүгінгі кештің? Телефонды қойып қойуға болмайды. Ожидание болса да менімен сөйлесу керек сіздерге. Бірақ адам. Бірақ адам. Онда біреуіңіз мұны келіп жатыр маған. Мінекей, тоқтаңыз, қойып қоймаңыз, мен сөйлесейін. Алло. Саламатсыз. Мінекей. Қошеметтеп қойыңыздар. Кешіміздің ең активный қонағы. Қаттырақ қосып қойыңыз. Сіз 84-тердің әрине қыз бітіруші түлексіз, е? Жұбайы ма? Бітіруші түлек. Қыздарға қошемет бар ма? Мінекей, 84-тердің қыздарға красавица. Мінекей, арнайы сізге кешіміздің ең активный қонағына алғашқы сыйлығымыз. Бар, егерден бекер сонша аңяқтан берілген келмепсіз. Ал енді... Жоқ. Ешқандай нөмірі жоқ. Мен сөйлескен нөмірді көрсіз. Бұл жерде тек қана адалдық. Шымкентский вариант жоқ. Ал енді жаңағы телефон нөмірі менді ғой, Ерсұлтан Тамады деп сақрат етіп қойсаңыздар, керек болып қалатын шығар. Рекламалы жай әшейін. Енді бізге бұлай жасайық, апайларымыздың арасынан бір кісі ортаға билеп келсін, біз подарка береміз. Только жақсылап билеп келсе болды. Музыка, жібер. Апайларымыздың арасынан бір кісі, бірақ жақсылап билеп береміз. Болды осы. Тағы да бір апайымыз ма? Беремін тағы да сыйлық. Келіңіздер, тағы да бір апайымыз болсын. Музыка, жібер.
Стоп. Болды. Бұл ұсақ би емес, сонда қысқа би болады, өзі күшті билер болады оны. Мінекей апай рахмет, билеп шыққаныңыздың өзіне жақсы осындай подарка болып тұр. Енді біз қыздарға тағы да бір 84-тің қыздары бар ма? Ортамызға билеп келсін. 84-тің қыздардың арасынан. Пожалуйста, можете музыка болсын. Өлтіресің адамды қайсың. Рахмет. Енді реклама бітті, шымкентский вариант бітті, мен сұрақ қоямын. Оңай сұрақ, қиын сұрақ қандай қойын? Бәрібір дейді. Мақұл, сізге алғашқы сұрағым, ГАИ қызметкері тоқтатпайтын машина, ол қандай машина? Ешкім айтпайды, тек қана менің әпкем ғана айтады. Кім айтады, бүгіннен бастап өсекші. Кім айтып қойса, сол өсекші бүгіннен бастап. Қандай машина? ГАИ скорый помощь. Өзіңіз көріп помощь. Білмесеңіз айтайын. ГАИ қызметкері тоқтатпайтын машина, стиральный машина. 84-тің жігіттерінен бар ма бір кісі ортаға билеп келсін? Нормальный красавчик біреу бар ма? Көкірегі жүн, көкірегінің жүн түгі бар. Кәне, жібер музыка. Жібер музыка. Сені только бір істелеген да, белмелеген да. Есіміңіз кім еді? Шамшырдың. Шагер, мен бір сұрақ қойып атырмын. Оңай қойып па, қиын қойып па, қандап көрсеңізші. Оңайын қой дейді. Мақұл бір оңайлау бір сұрақ қояйын. Ақылды еркек азында тұрған соң қайқалып барады. Ешкім айтпайды. Тек қана Шагер айтады. Ақылды еркек азында тұрған соң қайқалып барады. Кімге не керек соны айтады. Білмесеңіз, Шагер, подарок сізге айтайын. Тұсаңыз, подарок сізге. Ақылды еркек азында тұрған соң үйіне қайтады. Далада қойып қалуы мүмкін да. Мен жеңгелерімнің арасында бір мощный билейтін жекшем керек маған, бір жақсы билейтін, биді шашатын, 90-60-90 фигурасы мықты бір жекшем керек. Музыка жібер! Даймонды көрген зал керек болда, кісі қанақты жай жіберген бір ғана. Есіміңіз кім? Роза жеңгеме бір қошемет бар ма? Оңай сұрақ қойып па, қиын сұрақ бар? Қалауыңыз дейді, мақұл. Күйеуіңіздің аты кім? Күйеуіңіздің аты кім? Арыс. Дұрыс! Арыс нейді? Енді сынау Алматының төрінен келіп жатқан өздеріңіздің қыздарыңыз ортамызға шақырамыз. Бір жақсы бір музыкамен қошеметпен қарсы аламыз. Алматының ат белет келіп жатқан Нұрхан ханым, қошеметтеріңіз! Қошемет болсын Нұрхан ханым Алматының төрінен арнайы. Қалай жақсы жеттіңіз ба? Бір қошеметтеп қойыңыздар, арамызда жаңадан қосылып жатқан. Әрине сіздің амандық саулығыңызды сұраймыз. Бүгін әдемі кеште керемет жігіттер мен қыздармен бас қосып, баршамыз танысып, білісіп,
әдемі кештің куәсі болып жатырмыз. Енді сізге амандасып алуға мүмкіндік рұқсат береміз. Қош келдіңіз дейміз мақалат. Ал енді маған қыздардан 3 қыз, жеңгелерден 3 қыз керек. Ортаға келіңіздер. 3 қыз, 3 жеңге керек. Келіңіздер. Стоп. 3 жеңге, 3 қыз керек. Қай сіздер жеңгелер да? Яға келсеңіздерші, неғып төбелесінде тұрсыздар. Неғып келсеңіздерші. Бәрі киіміңіз тұрғы, шешіп. Ал, енді мен жай аттарын біліп олайын, танысып олайын сіздермен. Есіміңіз кім? Баян. Баян. Сіз? Жазира. Жазира. Сіз? Айнұр. Асылина. Бибіхан. Бибіхан. Тамаша. Енді мен сіздерге алфавиттің арасынан бір әріпті таңдауларыңызды сұраймын. Енді жалпылама бір сұрақ болсын, жігіттерге де, апайларға да қатысты. Апайлар сіздерге де қатысты. Бір сұрақ болып тұр. Алфавиттің соңғы әріпі қандай? Алфавиттің соңғы әріпі қандай? Біреуін айтсаңыздар. Ю дейді. Алфавиттің соңғы әріпі қандай? Я? Апайлары білмеген соң шәкірттері жақтан білсін. Алфавит деген сөздің соңғы әріпі Т ғой, отырсын. Молодец, алфавиттің соңғы әріпі Т. Я деп атым, мягкий знак дейді, өзін мягкий знак. Енді алфавиттің сол арасынан өздеріңізге ыңғайлы бір әріпті табыңыз, таңдаңыздар. Қандай әріп? А. Жаттабаңыз бірақ. Қандай? Л. Л. Қандай әріп? Б. Б. Қандай әріп? В. Қиын болып қалады өзің. В, да? Бағынан көресің. Қандай әріп? Т. Қандай әріп? Г. Бірақ оға айттың ба дедің бұл. Молодец. Қандай әріп? Н. М демей жөндеп айтсын. Н. Молодец. Н. Енді мен қазір қойған сұрақтарыма сіздер таңдаған әріптің келетін сөз айтасыздар. Түсінікті ғой. Есіміңіз кім? Азамат. Азамат деген қыз көрген бетіңізде? Осы қыз ба сол? Азамат деген. Басынан айтыңыз. Есіміңіз кім? Айгүл, қаяқтан келдіңіз? Алматыдан. Немен келдіңіз? Автобус. Бүгінгі кешімізде дастарханда не жедіңіз? Алма. Бүгінгі кештегі тілекте барша достарға қандай тілек айтамыз? Аман есен жүріңіз. Молодец, қошеметтер қойыңыздар. Әдемі. Біздің таңдаған әріп? Л. Есіміңіз кім? Лена. Қаяқтан келдіңіз? Лондоннан. Немен келдіңіз? Лексуспен. Жігітіңіздің аты кім? Леонид. Бірінші жүрген жігіттің аты кім? Тоже Леонид. Екеу бір адам қойды. Мақұл, бүгінгі кеште дастарханда не жедіңіз? Лимон. Бүгінгі кештегі барша достарға тілек? Лайым барлы бақытты болсын. Тамаша. Таңдаған әріп? Есіміңіз кім? Балнар. Қаяқтан келдің? Бішкектен. Немен келдің? Бусиктен. Әлі білетін адамдар бар екен Бусик. Тамаша. Жігітіңіздің аты кім? Байзат. Жасыңыз қаншада? 5. Молодец. Бүгінгі кеште дастарханнан не жедіңіз? Банан. Бүгінгі кеште тілек? Бақытты да баянды ғұмыр кешін. Молодец. Ва. Атың кім? Вика. Вика. Жігітің аты кім? Виктор. Вика Викторовна, да? Молодец. Қаяқтан келдің? Венгрия. Венгрия. Немен келдің? Велосипед. Немен қайтасың? Вика екеуің, кім еді жаңа? Виктор екеуің не істейсіңдер? Велосипед айдаймыз. Велосипед айдап болғаннан кейін не істейсіңдер? Велосипед. Молодец. Бүгінгі кешке тілек?
Важный адам болып жүреді. Молодец. Шатасызлады. Привет. Атың кім? Таня. Таня қақтан келдің? Киркос. Немен келдің? Тасбақа. Жігітің аты кім? Жасы қаншада? 9. 9'un дұрыс енді, 90 келмес. Ал бүгінгі тамаша кешімізге тілек. Тату тәтті болайық. Молодец. Атың кім? Роза. Жігітің аты кім? Ғабит. Ғабит осы жерде ма? Осында. Ғабит тұш. Ғабит тұш. Молодец. Ғабиттің қай жерін айт? Ғайбаттылығы? Ол қай жеріңізді ұнатады? Оған қай жерің ұнайды? Менің емес. Ғашықтығым. Молодец, кешке әдемі тілек. Молодец, қожамынды пайыздар. Мұна әрі есіміңіз кім? Нұргүл. Қақтан келдің? Нұрсұлтан. Немен келдің? Ниссан. Ниссан. Жігітіңіздің аты? Нұрлан. Бірінші жүрген жігітіңіздің аты? Нұрлан. Нұрлан осы жерде ма? Нұрлан жоқ па? Қара жүрсті келмеді десеңші. Бүгінгі кешке достарға тілек? Несібелерім мол болсындар. Маша, молодец. Маған бір өзің красавчик десін айтып бір жігіт керек. Өзің красавчик десін айтып бір жігіт керек. Сіңіз кім болады? Төлеп берген бүгін енді сен төлеп берген болмайсың. Сен папа болмайсың, 20 жылға толып жатқан әдемі кештің егесі болмайсың. Сен Сұлтан Сүлеймен боласың. Мына кісілердің бәрі сіздің гареміңіздегі әдемі сұлулар, ханшайым бар. Осы кісілер сізге келіп, айналып, мына жерде бір мода көрсетіп, бір әдемі фокус көрсетіп, шалқаюы мүмкін, столыңызды айналуы мүмкін, арасында бетіңізді сүйіп алуы да мүмкін. Өз-өзіңізге мәккен бос отырыңыз, шүнде отырып қойған. Ал, енді орныңыздан тұрып кетпеңіз, өз-өзіңізге берік болыңыз. Келіншегі бар ма? Сен аняға бар, сен қарама зепірші. Ал, енді алдыменен Айгүл дедіңіз, ешінесіңіз бе? Роза ханым, ортаға келіңіз. Бүгін енді барымыз саламыз, бүгінгі кешімізге ат салсамыз, өз өнерімізді ортаға саламыз. 20 жылда айналайын-ау, бір-ақ рет бас қосып жатырмыз ғой. Есте қалсын дейміз, Сұлтан Сүлейман, сен қозғалмайсың тек қана. Қай жері ұнады, сол жерді қарап отырасың. Түсінікті ғой. Музыка жібер, Роза, пожалуйста. Анау, пособие аласың ба? Сіз ол пособиеға барып қайтқандай барып қайттың. Қақтай болып барып қайттың. Сәт билезей, роман жасасай. Қай жері ұнады, Сүлейман? Фигурация 90-90. Зрениең нормальный ма дейіңіз? Фигурасы ұнапты. Кел, ортаға. Екінші ханшайым. Ұятпап қалмасын кісіге қарағанда. Мақтап жатырмын, жақсылап тұрып. Музыка жібер, пожалуйста. Мынау дұрыс болып қалды сен. Айналып сәт билеп, мода көрсетіп, роман жасап қойсайшы. Қай жерін артынан, мен де білмеймін. Өзімізден түспей қалып, ұнады деп айтамын. Адамға ұнайды деп, сен айналайын кешті. Мәғай ұнап тұрған жоқ жүрсіңші. Не қакен айналайын. Музыка қайттан жөндеп қойшы. Жібер музыка. Күні білген ұмайғанды қой. Кәдеге. Only Come on, night. All this world seems right. Only you can make the darkness bright.
шетелмен қазақшаны араластырып бір белес істедім ол молодец. Қай жерінен? Бие. Енді биге бәрі жері жатады ғой, қай жері соны? Фигурасын айту керек пе не? Біле, қолы ұнады ма, жүрісі ұнады ма, көзі Басы қолы ұнады, қол. қолы, битті ғой. Молодец, әне көзіне көрінген айтып отыр толдан. Адам ғой, Құдайдан үміті бар. Молодец. Ал, музыка жібер, яқтап қалмасын. Жақсылап билейтіндер бар шығар арамызда. Шкабат керегі жоқ, басқа нәрсе істей беріңіздер. Музыка жібер. Молодец! Жаның келсін, Сулейман. Дағыр армандап отыр. Сенде арман жоқ. Үйге барған соң құлағыңа тиштік жоқ. Миыңа тиштік жоқ, әзілдеп жатырмын. Қай жері ұнады? Үйге барамын дегенше құлақ қалатын сияқты. Қай жері ұнады? Фигура құрып тұр. Фигура ұрып тұр ма? Молодец. Әйтеуір көзің біледі екенсен көреді екен. Молодец, ортаға келіңіз. Біздің төртінші үміткер ханым. Музыка жібер. Опа! Анау адам ғой отырған. Томар ма бір бөренек емес қой, сәл бір нәрсе істесе қолын сүйіп Сулейман деп айтап отыр қоқысында. Нормальный отыр, қазақтың нағыз мен деген красавчик жігіті түрі болмаса. Бір қошеметтеп қойыңыз, қайталап қарайықшы, жөндеп көрсек. Музыка жібер. Музыка. Ал кетті. Белден жоғарғадай қара жынды. Қай жері ұнады? Айта бойда қылдық қойшы, қай жері ұнады? Бәрі төмен қарай болып отыр ма? Қай жері ұнады? Көз. Сен точно көзің көрмейді. Сен зердеңде проблема бар точно. Ал, кәнекей. Ортаға шығайық. Яттап қалмасын. Нағыз сізде бар ғой, фигура да бар, бәрі бар. Көрсетің жерін келді ғой, көрсетсе айтылайды ау. Музыка жібер. Молодец. Бұрыннан осындайсың ба? Молодец, күшті, чөтке маған ұнады. Саған ше? Өзіміздің сыныптасымыз ғой, барлық жер ұнайды. Мына жер ұнады деп. Айтуым керек па? Аяғы ұнады дейді. Burada минюканың көп кетінеді, соған айтады. Аяғының жоғар-жоғы ма, төмен жоғы ма? Барлық жерде. Жалпы аяқты мынадан бастап бияға дейін да, бөксеге дейін. Молодец. Хотя бір нәрсені дұрыс айтады екенсің сен. Қане? Ортаға келіп. Музыка жібер, япа қалмасын, мына кісілерден мықты болсын, сізге сеніп тұрмын өзім. Сізге балет етіп тұрмын әліге. Рыба көліктің ішінде бірдеңе жоқ қой. Ағаш па, бір нәрсе қысып тұрған жоқ па, сіз айтып точно? Өз жүрісіңіз осында ғой да? Қай жерін? Бие бады ғой, өлтіріп кетті оге мойын ұқшатты. Жалпы қолын алып десей же, энергия кетті ғой. Молодец. Кайф. Кайф болып отырсыз, молодец. Орташыңыз. Енді соңғы үміткеріміз бір қошеметті қолдап қойсаңыздар болады. Жақсы музыка жібер. Опа! Осылай ғой! Опа!
Молодец. 5000 теңге берсем бола ма? Бола ма? Ақтілеу аға, қатыс беріш. 5000 теңге беріш. Алиш. Қаншадан жинағаныңыз? Қаншадан жинағаныңыз? Сол 5000 теңгесі қайтарайын деп жатырмыз. Қошеметтеп қойыңыздар, супер приз. Молодец. Молодец. İşte alasın bayın dersin. Eğil yağlam diyeyim ben. Әзілде жатыр, құтты болсын. Қай, отыр. Кім ғой дер сонда. Қай жерін алды, өзін жетіп ой. Қай жерін алды? Тілін жұтып қойды ма барады. Енді де. Молодец, енді орнынан тұр кел. Сүлейман, ұнаған жерлерді сүйіп шық. Ұнаған жерлерді сүйіп шық. Шырмаз үйінде өтсін ба? Біреу келіншегі біреудің қалды. Ең бар әзілдеп жатырмыз, қошеметтеп қойыңыздар. Молодец. Стоп, подаркы бар. Стоп, подаркы бар. Сулейман, молодец, сен красавчик бүгін айырдың сен. Молодец. Қошеметтеп қойыңыздар, бір подарок беріңіз ұсынып алайық. Атсалыстан барша қыздарға. Тағы бір подарок бар, но алып шеттен тұрып беріңіз. Няқа. Молодец. Bir әдемі естелікке сүріп түсіріп алайық. Ала, Сулейман, сен бәрін ұнаған жерін сүйетін болсын, точно үйге кірамай қалатын деген. Ал, жайғасайық баршамыз, орнымызға жайғасайық. Қойыңыздар барша қыздар, жігіттер, сіздерді керемет шығармашылық кеш би алаңына шақырамыз. Мереке құтты болсын, қанекей. Қарап тұрсам тағы, өмірді көп қойсаңы,